Қандай ауруға шалдыққанда көлік жүргізуге болмайды? Жүрек-қан тамыры аурулары бар адамдар үшін көлік жүргізу қауіпті болуы мүмкін. Сондай-ақ катаракта, глаукома және инсульт алған адамдарға көлік жүргізбеген жөн. Бұл туралы терапевт дәрігер Андрей Звонков айтты. Дәрігердің айтуынша жүрек ырғағының бұзылуы өте қауіпті. Егер адамда аритмия немесе жүрек ырғағының күрделі бұзылу түрлері болса, олар жолаушы санатына ауысқаны дұрыс. Кәсіпорындарда гипертониямен ауыратын жүргізушілердің қан қысымы 140-тан жоғары болса, оларды желіге шығармайды. Ал күнделікті өмірде әркім өз ойынша тәуекелге барады. Қан қысымы 200-100 болса, ол адам оны білмей қалуы мүмкін. Ол рөлде отырған кезінде де аяқ асты есінен танып қалуы мүмкін, деді ол. Сондай-ақ көру қабілеті бұзылған және инсульт алғаннан кейін көлікті жүргізбеген дұрыс деп кеңес берді. Глаукома кезінде түсті қабылдау қатты өзгеруі мүмкін. Катаракта кезінде көру көрістері түсіп кетеді. Инсульттан кейін де көлік жүргізбеген дұрыс. Егер оңалту аяқталған болса, науқас өзін қалыпты сезінеді. Оның реакциясы зардап шекпеген болса, невропатологпен кеңескеннен кейін көлік жүргізе алуы мүмкін. Сондықтан жүргізушінің жағдайын психоневролог, невропатолог тексеруі керек, дейді дәрігер. Сонымен қатар дәрігер қандай да дәрі-дәрмектерді ішкеннен кейін көлік жүргізу қауіпті екенін айтты. Звонковтың айтуынша, орталық жүйке жүйесіне әсер ететін барлық препараттың нұсқамасында дәріні ішкеннен кейін көлік жүргізу және қауіпті әрекеттермен айналыспау керек екен деген белгілері бар. Бұл препараттар реакцияны азайтады. Оларды тыныштандыратын дәрілер деп атауға болады. Ең танымалы валокордин. Оның құрамында жүрек соғу жиілігін төмендететін валерий қышқылы және өте күшті фенобарбитал бар. Ұйықтамасаңыз, онда реакция міндетті түрде баяулайды, деп түсіндірді.